қоғамда ең үздік оқу ордасың, сенен бәрі үлгі алда, сенде қызмет атқарған аман жолдай ағамнан біздерге азық жырғалда. Ең үздік ғалым атанған, кім білмейді ағайын Раббайдай толғамда, ерке бұлан ағамда, Иран ғайып ағамда, сенен білім ап шыңдалда. Театрың шаңырақ Испанияға барды да, ең бірінші жүлде алда. Толжарған өнер ордасы таланттармен нұрланда. Мықты профессордың бәрі сенде емес пе? Айтылмаған кім қалда? Қазақылықтың ордасы бағындырған шыңдарда, егеуім сен шығардың, жұртым деген қыздармен, ұлтым деген ұлдарда. Болған мен, ойым заңдар байқап айтыс мені, мен қарсыласын қайлайын. Келе сала мынауың берекені кетірді, түкіріктеп қайырып, алыпсың ой кепілді, көздеріңде ісіп тұр, жоқ белің бетіңді, айтысты жайсың қауқым, мына балаң сабақтан қашып келген секілді. Өмірде сынап оқисың, жан емессің еріккен, ұлы тұр алдында,
тарихша ақпар іздеп дәлелді еңбек етіп аналар тәрбиелесе баласын көркейтеді әлемді еңбек қылып басқарар ақылымен хан елді еңбек қылған адамның жолында болмас кедергі сондықтан да халқымның болашағы әуелгі билік емес ақша емес атақ емес басқа емес қарапайым адамның еңбегіне тәуелді бұл рауанның айтатыны шыратайын ел алдында мен неге құбылайын қайлайлым тақырыпты ұмытпайын айтып шықтым қарсыласқа ендігі бұрылайын қайлайлым алуаға сенгесей қырындадың қыз болған соң амал жоқ жымыңдадың қайлайлым менің жерлес әпкем еді алуа деген енді қалай болады бүгін халің қайлайлым Нұрахмет бауырым сен де асыл тектедің сабағыңды бітірмей әпкемізге қырындап қызық болды кеткенің біздің жақтың қыздары көрген еді ханшамен Надежданың мектебін көнбесе енді алуа қажетіне өкпенің бітірмей жатып мектебін Жетісудың қыздары көне салат деп пе едің Рахмет, бір шумақпен түйіндей ғой, айтса келесі жүктің ақындарына күтіп Қарындат деп біздерге күлісетін бұл рауан шығармадау дұрыс өкім бабалар 13 жастан отау құрып бір-бірімен танысып білісетін қайнар бұлақ секілді сезім деген ғашық болған адамдар су ішетін сондықтан қырындат деп айыптама жөнің жоқ қой біздерге күлісетін махаббат ол мамандық емес шығар мектеп бітіргеннен соң кірісетін айқай-ақ ақының шешендер шешіледі атамнан алып едім бәсірені мінекей өлеңдерді айтып тұрмын не деген жігіт едім несібелі осылай бірте ашыламын шын тұлпар шапқан сайын өсіне айқай-ақ болсақ жақсы емес пе ақын болсақ жақсы емес пе елімізде осылай тек жақсылыққа келіңіздер қайлайлым ғани ағам министр келіп отыр айтқан менің сөзіме сеніңіздер қайлайлым айғызсам деп сабаққа бармай жүр ғой Нұрахметке бір грант беріңіздер қайлайлым Ой, рахмет. Ал, қошеметтеріңіз болсын, ақындар.